12 маусымға арналған күнделікті нақты, сапалы жұлдыз жорамал. Күнделікті жұлдыз жорамалыңызды бірінші болып есту үшін арнаға жазылып, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Сонда сіз бірінші болып естисіз. Лайк басып пікір қалдырсаңыз қуанып қаламыз. Тоқты күннің басында күтпеген жайттарға тап боласыз. Көптеген тоқтылар үшін жағдайға жылдам бейімделу қабілеті өте пайдалы болады. Үй мәселелерінде, жұмыс тапсырмаларында қатар шешуге тура келеді. Уайымға бой алдырмай, күшпен уақытты дұрыс жұмсасаңыз, бәріне үлгересіз. Эмоционалды сезімталдығыңыз артады, сондықтан айналаңыздағы адамдармен бірден тіл табысу қиынға соғуы мүмкін. Бірақ өзіңізді бағындырып, сабыр сақтай алсаңыз, болашаққа берік негіз қалау мүмкіндігі туады. Артқан намысқойлығыңыз әсерлі нәтижелерге қол жеткізуге көмектеседі. Бастысы энергияны дұрыс арнаға бағыттау. Биіктерге жетем деп жүріп, таудың етегінде сізді сабырмен күтіп жүрген жанды ұмытып кетпеңіз. Жартыңыз сізді ынтық тоқты емес, жұмыс басты адам ретінде көре бастады. Мессенджердегі қарапайым қайырлы таң керемет әсер етуі мүмкін. Байқап көріңіз. Есіңізде болсын, әлемді құтқарып жүрген суперқаһармандардың өзі сүйіктісін сүйіп үлгеріп жатады. Бір ғана нәзік жанасу атқарылған жұмыс жайлы есептен де көп нәрсе айтады. Істеріңіз сіздің осы сәтте сүйе білу қабілетіңізді ұрлап алмасын. Торпақ, бүгін сіздің тартымдылығыңыз шарықтау шегіне жетеді, сондықтан адамдардың ықыласына бөлену еш қиындық тудырмайды. Көптеген торпақтар өзгелердің пікірін түсініп қызығушылықтарына назар аудара біледі. Бұл келіссөздерде жеңіске жетуге сеп болады. Басшылықпен маңызды тақырыптарды талқылауға таптырмас күн. Тіпті ықпалды қолдаушылар табуыңыз мүмкін. Ұсақ сәтсіздіктер сізді жолдан тайдырмайды. Оптимизмнің арқасында сіз оларды мәселе емес, шешімін табуға тұрарлық жаңа тапсырма ретінде қабылдайсыз. Қызметтік роман басталуы мүмкін. Сізге жиі кофе әкеле бастаған немесе жұмыстан кейін қалып жүрген әріптесіңіз бір нәрсе сезініп жүргендей. Қазір тіпті ең жүректер де ашыла бастайды. Ұсақ түйектерге мән беріңіз, олар жасырын сезімді білдіреді. Құжат беріп жатқанда кездейсоқ жанасу, жиналыс кезінде ұзақ көзқарас, бұлар кездейсоқ емес. Махаббат көбінесе дәл осындай кішкентай, бірақ мағыналы қимылдардан басталады. Егіздер, бүгін маңызды істермен айналысуға таптырмас күн. Сізге ақыл мен тәжірибе көмекке келеді. Басқалар көптен бері кірісе алмай жүрген шаруаларға сіз оңай кірісіп, табысты аяқтай аласыз. Көптеген егіздер басшылыққа жақсы әсер қалдырып, мансаптық өсімге жол ашады. Түрлі адамдармен белсенді қарым-қатынас күтіп тұр. Әрбір жағдайда сіз дұрыс сөз тауып, сенімді дәлелдер келтіре аласыз. Көптен күткен жағымды жаңалық келуі мүмкін. Жақындарыңыз сіздің ісіңізге араласуға тырысады, бұл күтпеген жерден пайдалы болады және жүктемеңізді азайтады. Айналаңызда сіздің өмірлік серігіңіз болғысы келетін адам бар. Көмектесу мен ақыл айту, бұл сізге тек физикалық қана емес, рухани жағынан да жақын болуға ұмтылу. Бұл қамқорлық жүрегіңізді жылыта алсын. Кейде бақылау, мен сені уайымдаймын дегеннің ебедейсіз түрі. Өміріңізге шын ықыласпен енуге тырысқан адамды алыстатпаңыз. Ақыр соңында біреуге бәрібір емес екенін сезіну қандай керемет. Шаян ертеңгісін кез келген қиындықтар сізге түк емес болып көрінеді. Маңызды мәселелерді шешуге мүмкіндігінше ертерек кірісіңіз, себебі бұл сәтті уақыт ұзаққа созылмайды. Кейбір шаяндарға тәжірибелі одақтастарының кеңесі қажет болады. Бәрін өзің істеудің қажеті жоқ, айналаңыздағы адамдар көмегін өздері ұсынады. Барлық істі бақылауға тырыспаңыз. Кейбір тапсырмаларды басқаларға тапсыру арқылы бәрін тезірек аяқтай аласыз. Кешке қарай шаршау байқалады, жақындарыңызбен тіл табысу қиындауы мүмкін. Артық сөз айтпай, дауға араласпаған жөн. Әйтпесе, жанжалдан құтылу қиын. Есіңізде болсын, кейбір сөздер дәлдеп атқан оқ секілді. Шаршау сізді кішкене қатқыл қылуы мүмкін. Жақындарыңызды жаралап алмау үшін аздап тынығып алыңыз. Үнсіздік суықтықтың белгісі емес, кейде даналықтың көрінісі. Серігіңіз сіздің ішкі тыныштыққа мұқтаж екеніңізді түсінеді. Ал егер жалғыз болсаңыз, бұл үнсіздік өз жүрегіңіздің дауысын естуге мүмкіндік береді. Арыстан, маңызды істерді кешке қалдырмаңыз.
Таңертең ерекше сәтті болмақ мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Бұл ерекше идеялар ұсынуға қолайлы уақыт. Олар лайықты бағаланып жүзеге асыруға көмек көрсетіледі. Көптеген арыстандар өзіне жетіспей жүрген пайдалы дағдыларды меңгереді. Бұл мансаптық өсімге ықпал етеді. Бірлескен жұмыс тиімді өтеді. Барлығын өзіңіз істеуге тырыспай, әріптестермен күш біріктіріңіз. Кешке достарыңызбен және туыстарыңызбен кішігірім келіспеушіліктер туындауы мүмкін, сондықтан даулы тақырыптарды қозғамаған дұрыс. Жеке қалып, тыныштықта болу жан тыныштығын табудың ең жақсы жолы. Бұл өзіңізге деген инвестиция. Ішіңіз бос болса, махаббат бере алмайсыз. Жартыңыз сіздің өзіңізбен болуға деген қажеттілігіңізді түсінеді. Жалғыздық бұл үкім емес, жанның шығармашылық шеберханасы. Қазір сіз үшін ең маңыздысы қарым-қатынастан не қалайтыныңызды түсіну. Жетілген бізді тартады. Бекеш шешім қабылдауда асығыстық танытпаңыз. Таңертең бәрі бірден ойдағыдай бола қоймайды, бірақ уақыт өте келе жағдай жақсарады. Бұл үшін күш салуға тура келеді. Көптеген бекештер өте сезімтал болып, ұсақ түйектерге тым көп мән беріп, кейде әдепсіздікке жол беруі мүмкін. Бұл бұрыннан келе жатқан келіспеушіліктерді күшейтеді. Егер алдымен ойланып, жағымсыз жайттардан аулақ боласыз. Уақыт өте оң үрдістер басым бола бастайды. Адамдармен ортақ тіл табу, идеялармен бөлісу, жаңа нәрсе ойлап табу оңайырақ болады. Бұл күн сізге болашақ жұмысыңызда қажет болатын нәрсені үйретеді. Дипломатия сабағы тек іскерлік келіссөздерде ғана емес, махаббатта да қажет болады. Сіз бәрін ашық айтқыңыз келсе де, жұмсақ сөйлеудің маңызын түсінесіз. Бұл қасиет сізді нәзік жүректер үшін магнитке айналдырады. Зейінді тыңдай білу, бұл да махаббаттың өнері. Сіз енді сөздерді ғана емес, олардың артындағы эмоцияны да сезе білесіз. Бұл тәсіл әдеттегі әңгімелесуді нағыз рухани жақындасуға айналдыра алады. Таразы, егер асықпай, тез шешім қабылдамасаңыз, күн жаман өтпейді. Таңертең жоспарланған істердің кешігуі мүмкін. Қоғамдық көлікпен жолға шығатын таразылар жолға кеңірек уақыт бөлгені дұрыс, кешігіп қалмау үшін. Өзіңізге бейтаныс жағдайларда бағдар табу оңай болмайды. Алғашқы сәтсіздіктен кейін берілмеңіз, сәл ғана күш қоссаңыз, бәрі ойдағыдай болады. Күннің екінші жартысында эмоциялық серпіліс пен күштің артуы сезіледі. Табысты келіссөздер жүргізіп, тиімді келісімдер жасап, маңызды мәселелерді шеше аласыз. Кешкі серуендер мен іс-шаралар сізге қуаныш пен жағымды тосын сыйлар әкеледі. Бастысы үйде отырмаңыз. Бұл кеш қызықты кездесулер мен жан сырын бөлісетін әңгімелерге толы болмақ. Көптен бері жүрек жарды әңгіме жүргізгіңіз келген адам көкжиегіңізде пайда болады. Сол сәтті пайдаланып, ресми сөйлесуді жеке бағытқа бұруға тырысыңыз. Табиғи жеңілдігіңіз ең мықты афродизиак. Өзгелерді күрделілікпен таңғалдырғыңыз келмесін, қарапайымдылық пен шынайылық бүгін әлдеқайда тартымды. Әңгіме таудағы өзенде еркін ағып жатсын. Саршаян, егер жақсылап тырыссаңыз, жетістіктеріңіз өзіңіз күткеннен асып түсуі мүмкін. Жаңа әрі үйреншікті емес тапсырмаларды орындау оңайға соғады. Бұл істе іскерлігіңіз, есте сақтау қабілетіңіз және күшейген интуицияңыз көмектеседі. Басшылыққа ерекше идеялар ұсынғыңыз келсе, таптырмас уақыт. Осы арқылы өз беделіңізді нығайтып, жақсы жақтан танылуға болады. Бүгін жаңа нәрсе үйрену үшін де сәтті күн. Көптеген саршаяндар бұған дейін жетіспеген пайдалы дағдыларды меңгереді. Өзіне деген сенімділік пен шығармашылық тәсіл тек әсерлі нәтижелерге жеткізіп қана қоймай, айналадағыларды да шабыттандырады. Ортақ жұмыс әсіресе сәтті әрі өнімді өтеді. Бірлескен қызығушылықтар интимді әрі маңызды нәрселерге көпір бола алады. Сіздің мақсаттарыңызды түсініп қана қоймай, әдістеріңізге тәнті болатын жан қасыңызда болса, арадағы ұшқын кенеттен тұтануы ғажап емес. Сізге шынайы құрметпен қарайтын адамға назар аударыңыз. Ең берік қарым-қатынастар кейде кәсіби таңданыстан басталады. Өзара түсіністікке негізделген махаббат ең ұзақ ғұмырлы. Мерген. Мәселелерді шешу ойлағаннан қиынырақ болады. Тіпті әрдайым жақсы тіл табысып жүрген адамдармен келіспеушіліктер туындауы мүмкін. Көптеген мергендер өзгелермен қатынаста тым өткір әрі сабырсыз болып кетеді. Бұл олардың беделіне кері әсерін тигізеді.
Бәрі бірден іске аса қоймайды, ал кейбір жоспарларды мүлдем кейінге қалдыруға тура келеді. Мүмкіндігінше жаңа істерге кірісіп, ауқымды жобалар бастаудың қажеті жоқ. Қазіргі кезеңде жалғыз өзіңіз орындай алатын күнделікті жұмыстарға назар аударғаныңыз дұрыс. Кешке жақын достарыңыз бен сүйіктіңізден қолдау күтіңіз. Күніңіз ойдағыдай өтпесе де, жаныңыздағы жақын адамдарыңызды итеріп тастамаңыз. Сізге жұбаныш сыйлағысы келетін адам сіздің сәтсіздіктеріңізді емес, адамгершілігіңізді көреді. Өзіңізді мінсіз етпеуге рұқсат беріңіз, бұл сізге тіпті тартымдылық қосады. Кейде ең терең жақындық дәл әлсіз сәттерден туындайды. Маскасыз, шынайы болудан қорықпаңыз. Ашықтық пен адалдық ең күшті тартылыс. Тәуешкі. Егер эмоцияларыңызды басқаруға күш салсаңыз, күн сәтті өтеді. Әйтпесе, айналаңыздағы адамдармен қатынаста қиындықтар туындайды. Кейбір тәуешкілер бәрін жүрекке тым жақын қабылдап, бұл олардың жұмысқа қабілетіне теріс әсер етуі мүмкін. Ұсақ түйекке шектен тыс мән бермеңіз, ешкім сізді әдейі ренжіткісі келмейді. Өзгелердің әлсіз тұстарына сәл төзімділік танытыңыз, бұл жанжалдан сақтайды. Бүгін маңызды шешімдер қабылдау үшін қолайлы күн емес. Жағдайды дұрыс бағалау қиынға соғады. Үлкендер мен сенімді достарыңыздың кеңесіне құлақ асқаныңыз жөн. Жақын жандардың дауысы бүгін ерекше сенімді естіледі, әсіресе сіздің көбірек жылу мен көңілге лайық екеніңіз туралы айтқанда. Комплименттерді жай ғана елемей қоймаңыз, олар сіз байқамай жүрген жақсы қасиеттеріңізді көріп отыр. Махаббат кейде айналаңыздың сенімі мен қолдауы арқылы келеді. Қамқорлыққа жүрегіңізді ашыңыз, бұл терең қатынастың алғашқы қадамына айналуы мүмкін. Кейде өзіңізге сену үшін алдымен өзгелерге сену керек. Су құйғыш. Алғашында күн сәтсіз өтетіндей көрінуі мүмкін, бірақ бұл жалған әсер. Үй мәселелері еске түсіп, көптеген су құйғыштарға жағдайға бейімделіп, бәріне үлгеру үшін икемділік танытуға тура келеді. Таңертең үйреншікті істерге, өзгелердің қатысуын қажет етпейтін тапсырмаларға көңіл бөліңіз. Жағдай көп ұзамай жақсарады. Көптеген пайдалы таныстықтар орнап, бұрын үзіліп қалған байланыстарды қалпына келтіруге мүмкіндік туады. Көптен бері кейінге қалдырып жүрген проблемаларды шешу сәті келеді. Алдыңызда жақсы мүмкіндіктер ашылуы мүмкін, оларды өткізіп алмаңыз. Бұл мүмкіндіктер тек мансап жолында ғана емес, жүрек жолында да пайда болуда. Айналаңызда сізге көптен бері белгі беріп жүрген жан бар, бірақ сіз оны байқамай жүрсіз. Енді сол белгілерге назар аударып, әрекет етуге уақыт келді. Сезімдерге қарай алғашқы қадам жасаудан қорықпаңыз. Кейде тағдырлы қарым-қатынас ең қарапайым нәрседен, күлкі, кездейсоқ әңгіме, ортақ әзілден басталады. Табиғилық бүгінгі күні сақтықтан да құнды. Балықтар. Жан дүниеңіздің көтеріңкі күйі мен оптимизмнің арқасында көптеген маңызды мәселелерді шешесіз. Көптеген балықтар тиімді келісімде жасап, бұған олардың жеке тартымдылығы да үлкен рөл атқарады. Ықпалды адамдармен байланыс орнатуға мүмкіндік туады, бұл болашақта аса қажет болады. Бұрын батылыңыз жетпей жүрген істермен айналысуға қолайлы күн. Қымбат заттар сатып алуға, маңызды сауда жасауға жақсы уақыт. Қоғамдық іс-шаралар сәтті өтеді, тек қана ләззат алып қоймай, қызықты адамдармен танысасыз. Жаңа таныстар арасында жүрегіңізге жақын жан болуы мүмкін, алғашқыда байқалмаса да. Қорытынды жасауға асықпаңыз, қарым-қатынастың өз қарқынымен дамуына мүмкіндік беріңіз. Адамдар арасындағы химия қазір ерекше шынайы. Ең маңызды кездесулер жиі жай ғана күлкіден, жеңіл әңгімеден басталады. Махаббатты жоқ жерден іздемеңіз, бірақ достық күлкінің артында жасырынып тұрған шынайы сезімдерді де байқамай қалмаңыз. Интуиция сізге дұрыс бағытты көрсетеді.